салт санасы, елдік рухы алдымен оның тілінде таңбаланады. Тілдің мемлекеттік мәртебесін нығайтудың қазіргі таңдағы басты мүмкіндігі оның танымдық қызметін ашу, сол арқылы ұлттық құндылықтарды көрсету. Есігін ашқан сәбиге ең алғаш тігісін сыртына қаратып, кейін тігіп кигізеді. Бұл ит көйлек немесе ит жейде деп аталады. Киімнің бұлай аталуы жайында мынандай қызық аңыз әпсаналар бар. Тәңірі тағала адамның мүсінін жасағанда, оның кіндігінен алынған бір шөкім балшықтан итті жаратты. Иттің үнемі адамнан айырылмай, қайда барса да иесінің мал мүлкін қорып, адамға серік болып жүретін себебі сол екен. Кіндік балшығынан жаралған соң, алғашында оның терісі түксіз, жалаңаш болыпты. Адам ата жаралған соң, оны 40 күн, 40 түн ит күзетіпті. Ібліс адамға жақын келіп, Алла сені несін жаратқан, түрін құрысын деп адамның бетіне түкіріп жібереді. Сол сәтте адамда ит қорғап, Ібліске тап береді. Ібліс итке ашуланып қаһарын төгеді. Іблістің қаһары иттен асып түсіп, ит тоңып өледі. Алла тағала иттің ерлігіне риза болып, оны қайта тірілтіп, денесінің жүнін қалың терімен қаптайды. Адамның шаңырағынан мекен береді. Ит адам атамен Хауана жер бетіне түскен кезде де алғаш рет соларға сенімді серік болыпты. Жаңа туған баланы да бәле жаладан қорғасын деп, ит көйлек кигізіп, ырымдау содан қалған екен. Ит көйлекті бала қырқынан шыққанша кигізеді. Оны шыт, бәтес, бөз сияқты жұмсақ маталардан жасайды. Баланы қырқынан шығарғасын ит көйлекті далаға тастамайды. Дауға барған адамдар, жауға шапқан батырлар баласының жейдесін қойнына тығып, өзімен бірге ала жүрген. Себебі көйлек қауіп қатерден, бәле жаладан сақтайды деп ырымдаған. Баласы жоқ әйелдерге де ит көйлекті ырым етіп берген екен.